Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін менің каналымда осындай өте керемет пирогтардың бірі меренгалы алмалы пирог жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет, нәзік болып пісіп шыққан. Барлығыңызға пісіріп көруге кеңес беремін. Видеомды көрмес бұрын менің каналыма мені қолдап тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Өте керемет болып шығады, осындай қатарлы болып қонаққа жасасаңыздар болады. Бізге қажет заттарменен таныстырып өтейін. Ең әуелі қамырымыздан бастаймыз. Бізге бөлме температурасында еріп тұрған сары май қажет болады. 60% майды қолдандым. Бөлме температурасында еріп тұру қажет. Негізі менде сәл қаттылау болып қалды. 100-150 грамдай қоссаңыздар жеткілікті. Және де оған қантымызды 50 грамм қантымызды саламыз. 2 жұмыртқа қажет болады. Ағын меренгамыз қылып істетеміз. Оны басқа бөлегімізге алып қойып, жұмыртқамыздың сарысын қамырымызға істететін боламыз. Енді осы заттарымызды барлығын жақсылап араластырып біркелкетіп алып, өлшемі електен өткізіп дайындап қойған ұнымызбенен қамырымызды илеп аламыз. Ұнымыз бізге 200 грамдай жеткілікті, немесе 250 қоссаңыздар болады. Әр ұнның татымдылығы әртүрлі, сол үшін кішкене аздау немесе көптеу қосуға болады. Және де бір қасық ұн қопсытқыш саласыздар. Қамырымыз дайын. Осылай енді аздап қана бөліп аламыз. Үлкен бөлігімізді тоңазытқышқа, кішкентай бөлігін мұздатқышқа 10 минутқа қойып аламыз. Бұл арада салмамызды дайындаймыз. Бізге осындай 2 алма қажет. 3 алманы қоссаңыздар да болады. Көптеу болу үшін 2 алмамызды осылай қабығын ашып, барлық дәндерін алып тазалап аласыздар. Дәл осылай турап шығамыз. Алмамызға 50 грамм қантымызды саламыз, және де 1 шай қасық корица саламыз, және де 1 ас қасық крахмал, жүгер крахмалын қосасыздар. Салып жақсылап араластырып аламыз. Енді меренгамызды жасаймыз. Жұмыртқаның ағына 1 шым тұз салып жіберіп, миксердің жай жылдамдығынан бастап жоғары көтеріп, жаймен көпіртіп аламыз. Осылай аппақ болып көпіріп шыққаннан соң қантымызды 2-ге бөліп, салып жалғастырамыз. Енді осы массамызға 2 ас қасықта жүгері крахмалын салып, оны жақсылап араластырып аламыз. Осындай форма жасап қолданасыздар. Кез келген форма қолдансаңыздар да болады. Менде осы 28 диаметрде қамырымызды жақсылап жайып, дөңгелетіп формамызға орналастырып аламыз. Салмамызды саламыз. Тек алмаларын саласыздар. Суы құйылып кетпеу керек.
осы салмамыздың үстіне жақсылап тегістеп жайып, меренгамызды әдемілеп бетіне салып шығасыздар. Алмамыздың үстінен осылай қамырымыздың арқалған екінші бөлігін ұрғыштың үлкен көзінен өткізіп бір қалыпты осылай сеуіп шығатын боламыз. Егер қаласаңыздар, оны қамырға қосып жіберіп, астың бөлігіне ортасына қамырды жібермесеңіздер де болады. Мінекей пешімізді 160 градус